Саламатсыздар ма, менің құрметті көрермендерім? Сіздермен функционалдық анализ сабағының практикалық есептерін талдауды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі есептеріміз мынандай. Бірінші есеп. Assume that X is a normed linear space and we have two operators from bxy. Prove that st norm less or equal to than s norm times t norm. B, prove that st belongs to bx. Where st is a composition of s and t. Yeah. Осында есеп берілген. Енді бұны екі бөлікке бөліп қарастыратын боламыз. Кешірім сұрайын, қате жазып жатырмын. Енді бұл жерде айта кететін жайт, бұл bx кеңістігі дегеніміз қандай кеңістік? Бұл кеңістік деген осындай x-тан x-қа бейнелейтін, x бізде сызықты нормаланған кеңістік. Осы x-тан x-қа бейнелейтін сызықты шенелген операторлардың жиыны, сондай кеңістік. Операторлық нормамен ол нормаланған кеңістік болады. Егерде бұл жерде x толық болса, онда бұл толық кеңістік болады, банық болады, яғни. Енді бізге көрсету керек назад. Бірінші, енді біз білеміз, x-ті bx-ке тиесілі болғандықтан, жаңағы айтқандай, олар сызықты және шенелген. Болғандықтан, біздің алдыңғы сабақта дәлелдеген мына қасиет орындалады. Яғни sx, енді бұл жерде екеуі де x болғандықтан, мен мына жердегі индекс жазбай қойайын, кішіне еместен s-тің нормасы көбейтілген x-тің нормасы. Бұл жерде мына жерде де x тұрады, мына жерде де x тұрады. Сондықтан қайта жазбай қойайын. tx less or equal to than t norm x. Осы бар бізде. Бұл бізде тікелей мынадан кеп шығады. Тікелей осыдан кеп шығады. Осы екі зат кеп шығады. Енді бізде мынандай нәрсе бар. st деген оператордың x-ке әсерін қарастырсақ, енді бізде бұл композиция ғой, сондықтан анықтама бойынша t деген операторды бірінші қолданамыз, одан кейін оған s-ті қолданамыз. Енді біз білеміз, мынау s деген оператор үшін, мынау как элемент ретінде болып қалып тұрды. Ал s оператор үшін мынау орындалады. Кез келген, for all, кешірім сұрайын, for all x. Яғни осы жерде x-тан x-қа бейнелейтіндігі маңызды, өйткені x дегеніміз x жиынынан кеңістігінен, tx қайтадан сол кеңістіктің өзіне түсіреді. Сондықтан мынау бізде x-тан. Сондықтан мына нәрсе орындалады. S tx. Біз білеміз, что tx үшін де мына зат орындалады. Демек, s-тің нормасы көбейтілген t-дің нормасы көбейтілген x. Яғни біз осы теңсіздікті алдық. Демек, мынаны так m ретінде қарастырсақ болады. As m ретінде қарастырсақ болады. Егер m ретінде қарастырсақ, st деген оператордың нормасы
Онда осындай сандардың инфимум болғандықтан ол кіші неместен s көбейтілген t деп шығады. Яғни біз тек анықтамаларды қолданып осындай әдемі дәлел алдық. Енді келесі мынаның st деген оператор bx кеңістігіне тиесілі екенін көрсетейік. Енді b-ны көрсетейік. st-ны мына кеңістіктен деп айту үшін ол екі шартты қанағаттандыру керек. Бірінші, st is a linear operator болу керек. Is a linear operator болу керек. Біз оны келесіде тексере аламыз. Енді x кеңістігі нормаланған сызықты кеңістік болғандықтан біз оның бірінші шартын жазбай қояйық. Бірден екінші шартына көшіп кете берейік. Осы операторың x кешірім сұрайын. Мына жерде мынандай болу керек. Альфа x плюс бета y. Енді біз анықтама бойынша st альфа x плюс бета y болу керек. Енді біз деген білеміз, что t деген оператор ол сызықты оператор. Яғни s сыртта қала береді. t үшін біз мына нәрсені жаза аламыз. tx плюс бета ty. Осы нәрсені жаза аламыз. Енді s операторда сызықты оператор, сондықтан ол мынандай нәрсе орындалады. Альфа st x плюс бета st y. Енді композицияның қайтадан анықтамасына қайтатын болсақ, онда альфа st x плюс бета st y деген аламыз. Яғни біз st деген оператордың сызықты екендігін көрсетіп тұрмыз. Енді екінші, st is a bounded operator. Ал бұның bounded operator екені мынадан шығады. A бөлігінен шығады. Яғни осыны алдында біз дәлелдедік, что ол мынаны қанағаттандырады. Демек, бұл оның шенелген оператор екендігін көрсетеді. Демек, есеп толық аяқталды. Біз мына екі бөлікте толығымен көрсеттік. Енді келесі есепке көшейік. Ал келесі бізде мынандай есеп бар. In a normed algebra, prove that ak less or equal to than ak for each element a in the algebra and each positive integer яғни біз нормет алгебрада, нормаланған алгебрада мына теңсіздіктің орындалатынын көрсету керекпіз. Кез келген positive integer үшін. Енді solution. Бұл жерде біз индукцияны қолданамыз. Енді k тең 1 деп көрейік. K тең 1 үшін аның бір дәрежесі, бұл тең аға, ал бұл тең бір дәрежесі. Яғни 1 үшін орындалады. Енді k-ны біз бірден үлкен деп қарастырып көрейік. Сөйтейікті мынандай келісім жасайық. Окей. Мынау теңсіздік орындалсын деп айтайық. Онда бұл мынаны беру керек. Индукция бойынша. Inductions деп бұл жерде k плюс 1. Осы кіші емес тең аның нормасының k плюс 1 дәрежесінен кіші емес тең болу керек. Енді біз жаза аламыз бұны. Аның k дәрежесі көбейтілген a деп. Енді бұл нормаланған алгебра болғандықтан
бұл жерде мынандай қасиет ойыңдар. Sub multiplicativity деген бар, иә, яғни былай жазылады. Sub multiplicativity осындай қасиет бар. Не? Соны қолданатын болсақ, мына жеке нормасынан кіші емес тең болады. Яғни бағанағы операторлар үшін көрсеткен нәрсеміз, иә. Ал бұл бізде assumption бойынша мына нәрсе орындалады. Яғни кіші емес тең аның нормасының к дәрежесі көбейтілген аның нормасы. Ал бұл тең а нормасының к плюс 1 дәрежесі. Яғни аның к плюс 1 дәрежесінің нормасы кіші емес тең аның нормасының к плюс 1 дәрежесінің үшін орындалып тұр. Демек, индукция бойынша, демек, by induction кіші емес тең for all k болып тұр. Есеп аяқталды. Яғни бұл нені көрсетеді? Егер сіздер анықтаманы қарапайым анықтаманы, түсініктерді дұрыс түсінген болсаңыз, сіз есепті жеңіл шығара аласыз дегенді білдіреді. Хотя біз бұл жерде көп техника қолданбадық, иә? Тек индукция ғана қолдандық. Бұл енді көбімізге мектеп кезінен бері таныс нәрсе, иә? Жақсы, сонымен бүгінгі есептеріміз аяқталды. Білімдеріміз артсын және біліктеріңіз артсын. Егер біздің есеп сіздерге пайдалы болған болса, ұнаған болса, онда каналымызға жазылыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, білім көбейсін. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.